Мәулен Балақайұлы Балақаев. Қазақ тіл танушысы, көрнекті ғалым. Оның зерттеген еңбектері қазақ тілі ғылымының грамматика, емле, терминология, тіл мәдениеті, стилистика тәрізді өзекті мәселелеріне арналған. Алғашқылардың бірі болып, қазақ көркем әдебиетінің тілін зерттеумен айналысқан. Өзі Қазақ педагогикалық институтының түлегі, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан. Мәулен Балақайұлы орта мектептерге, жоғарғы оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдарын жазуға белсене атсалысты. 150-ден аса ғылыми еңбектің, оның ішінде 20-ға жуық кітаптар мен монографиялық зерттеулердің авторы. Ғалымның жай сөйлем синтаксисі деген докторлық диссертациясы тіл білімі тарихындағы жаңалық ретінде жоғары бағаланды. Әсіресе, қазіргі қазақ тілі оқулығы синтаксистің салаларын ғылыми тұрғыда жүйелеп, оның құрылымдық қызметін терең зерттеген еңбек. Мәулен Балақайұлы қазақ тіліндегі сөз тіркесінің негізгі типтері деген монографиясында синтаксистің дербес саласы ретінде өз тіркесін алғаш зерттеді. Еңбектерінің бірқатары қазақ әдеби тілінің дамуы мен көркем әдебиет тілін зерттеу мәселелеріне арналған. Ғалым Талғат Сайрамбаев өз ұстазы жайлы үлкен сезіммен. Мәулен Балақаев тек қазақ тіл білімінде ғана емес, бүкіл түркологияда сөз тіркесі синтаксисінің көшбасшысы болды. Мәулен Балақайұлы 1942 жылы кандидаттық диссертация қорғады. 1951 жылы оған филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесі берілді. 1952 жылдан бастап профессор. 1958 жылы Қазақ КСР ғылымдар академиясының корреспондент мүшесі болып сайланды. Қазақ әдеби тілі және оның нормалары деген монографиясы үшін 1986 жылы Шоқан Уәлиханов атындағы сыйлықтың лауреаты атанды. Жоғары оқу орындарына арналған қазіргі қазақ тілі оқулығының қазақ әдеби тілінің тарихы оқу құралы авторларының бірі. Қазақ лексикографиясында да оның сіңірген еңбегі қомақты. Ол 2 томдық орыс-қазақ сөздігінің, орфографиялық сөздіктің авторлары мен редакторларының бірі.